сәлем. Мен қазір метркені беретін боламын. Папамыздың соған шығып бара жатырмын. Дала деген бізде өте керемет жылы болып тұр. Негізі шай ішетін адам болдым мен. Сөйтіп едім. Метркені алып шық дегеннен кейін шығып бара жатырмын. Шайым жартысына шейін ішкен. Қашан келеді екен негізі? Тез-тез келсе екен. Метркені апарып бердім. Орнына мынандай посылка алдым. В общем, тәтті қойдым. Ішінде кәмпит, анамның Алматыға беріп жүрген ғой. Папамыздың метркесін апарып болғаннан кейін барып шайымды жалғастырдым ары қарай ішіп. Одан кейін барып пакеттің ішін қарадым. Ішінде тәттілер екен, Алматыға арнайы алған екен. Сонымен оларды орнына қойдым. Азанда қанша дегенмен де салқын болады екен. Құтымда жаздық шалбар, осы киіммен шығып кеткен болатынмын. Алматының жұқа толстовкасы бар, соны киіп алған болатын. Мен дала жылы екен деп ойладым. Жүрген кезде байқалмады, тұрған кезде байқалды. Күннің қандай салқын екен. Күнде тұрдым. Ондай қатты көп тұрған жоқпын. Сразу машинамен келді, сөйтіп алып кетті, пакетті қолыма ұстатып кетті. Үйге келіп тәттімен тағы да шай ішіп аласың. В общем, варенье ашқан болатын, сол вареньемен шай іштім. Сонымен бір бауырсаққа нан аштым. Сонымен әпкеге жазып жіберді Алматының класс жетекшісі. Бүгін кештеу барады, балаларыңыз дайындыққа қалады деді. Кейбір балалар бас тартқан ғой, мен жұмысым бар, әпкемен бара алмаймын, қатыса алмаймын деп, сөйтіп әпкеге біздерге жазып отырдым. Балаларыңыздың қандай жұмыстары бар, қолдар тимейді ғой, ешқандай неге қатысқылары келмейді деп ар жақтан жазып отыр ғой. Сонымен мен Алматыға WhatsApp-пен жазып жібердім, қатыс, бас тартпа, бәрі үйде отырасың, лучше сол жерде жүргенің жақсы деп. Сабақтың үстінен алып кетсе, барлық балалардың қатысуға желаниясы болады. Өйткені сабақ оқымайды ғой. Ал бұл жерде енді сабақтан кейін болып тұр. Одан кейін сабақтан кейін шаршайсың, одан кейін қарның ашады дегендей сол жері бар. Сондықтан көбісі қалғысы келмеген. Ендігі кезекте сіздермен бірге киімдерді үтіктейтін боламыз. Мен демалыста үтіктеймін. Либо суббота, либо воскресенье барлығын үтіктеп қоямын. Бұл жерде енді мен жемпірді, шалбарды үтіктейтін боламын. Жемпір мен шалбарды ішіне қаратып, сөйтіп барып үтіктеймін. Сыртынан мүлдем үтіктемеймін. Өйткені үтіктің ізі қалып қалады қанша дегенмен де. Енді бар үтікке арналған кәдімгі марлы сияқты мата бар. Онымен енді жемпір екеуі мүлдем келіспейді. Жиналып қала береді. Жаңа үтіктің бетіне қоятын. Сонымен сыртынан осылай үтіктеуге тура келеді. Бұл мен үтіктеймін, көбінесе өте жақсы, мұждарын жақсы кетіреді. Бірақ енді ішіндегі су тез таусып қалады. Әр киім үтіктеген сайын ішіне су құйып тұрасың. Өзінің мерный стаканы бар, кішкентай. Сонымен үнемі су құйып тұрамын. Бумен үтіктеген негізі ең керемет. Әшейін үтіктесең мұжын жазбайды. Мына үтікші тек қана бумен ғана мұжды жақсы жазады. Одан кейін қатты қойсаң, қаттыға, ыстыққа қойсаң, киімдерді кәдімгідей күйдіріп жібереді. Өзінің максимальный 2 бар, соған ғана қоямын, сонымен ғана үтіктеймін. Ол бірақ енді үтікпен үтіктесең кетірмейді, а бумен үтіктесең кетіреді кәдімгідей. Бұл енді бізде өте арзан, қарапайым үтік. Бүгін негізі бізде свет өшіп қалды, сағат 1-лерде ма өшіп қалды. Сонымен біраз уақытқа дейін свет болмады. Негізі бізде өшеді, бірақ енді 10-15 минуттай өшетінде қайтадан жанатын. Бұл жолы енді ұзақтау болды. Енді қазір холодильник істеп тұр, дырылдап, жаңағыдай ұзақ уақыт істемей тұрса, өстіп кішкене тоқтамай жұмыс істейді. Сол жері бар холодильниктен. Сонымен осы жерге мүмкін кедергі жасауы да мүмкін енді. Бізде Алмат алдыңғы аптада әйтеуір официант болып жұмыс істеймін деп сөйтіп жаңалық ашқан болатын. Сөйтіп мен бір жағынан жаңағыдай қимадым жұмыс істегенге. Бір жағынан ойладым, істеп көрсін деп. Сөйтіп рұқсатымды бердім, бірақ енді папасы рұқсат берген жоқ. Папасы да рұқсат берді, бірақ енді барып көрсін деді, қалай болатын деді. Бір күнге ғана деді. Келесі күні шықпайсың деді. Алмат досымен бірге барды, кафеге, сөйтсе үлкен бастығы сол жерде жүр екен. Одан кейінгі кіші бастығы алып тұр ғой енді балаларды неге жұмысқа. Сонымен Алматтарға айтқан, ертең келіңдер, бүгін үлкен бастық жүр, сендерді жұмысқа аламайым деп. Бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан баланы алып қалған, одан кейін Алмат пен қасындағы дос баласын екеуін қайтарып жіберген. Ол да бірінші рет істейін деп тұрген дос баласы. Сонымен үйге қайтып келді. Жаңа мен көрсетіп жатқан ақ футболканы киіп кеткен болатын. Енді
алматыда ақ пен қара киіп келіңдер деген ғой. Сонымен іші ыстық болады деп осы футболканы киіп кетті. Сонымен бір сағаттан кейін қайтып келіп тұр ғой. Енді не жұмыс істедім ба десем, жоқ, жұмыс істеген жоқпыз дейді. Бүгін бізде түскі асқа бауырсақ. Әлі Алмат сабақтан келген жоқ. Мына жерде мен кішкене майым қызып кетті, сәл күйдіріп алдым. Сол Алматқа бола істеп жатырмын. Өзім де жегім келді бауырсақ. Негізі түсірем деп ұмытып кеттім. Енді есіме түсіп отыр. Штативті алып келу керек еді. Сөйтіп түсіру керек еді. Вообще есіме шығып кеткен ғой мен. Уже бастап қойғаннан кейін барып есіме түсіп отыр. Сәлем майым қызып кетті. Ары бері жүрем дегенше. Мына сковородканы жуу керек. Өзім түрін қашырып жібердім. Негізі бұл сковородканы мен азелитпен де ештеңкемен жумаймын. Қырғыш бар, темір. Сонымен қырып жақсылап жуып аламын. Вообще түрін бермейді осы сковородка бар ғой. Ең керемет сковородка осы шығар, барлығына шыдап келе жатқан. Бұның просто түбі да мынандай мінекей. Түбі осындай 4 бұрышты болып келген, сол жеріндегі неге кетпейді. Былай жақсы сковородка. Қақпағы да өте әдемі. Әлі ештеңке болған жоқ. Бүгін Алмат кешірек келеді. Өйткені 25-ші қазан не праздник қой, соған дайындалады екен. Мен кештеу келеді екен. Акия 5 баланы жаздырыпты, ол баланы қатысады екен. Ішінде Алмат та бар. Мен нанды да қосам деп ұмытып кеттім ғой. Бәсе. Мінекей бауырсақ дайын болды. Осыншама бауырсақ шықты. Қазір шай ішетін боламын. Алмат әлі де келген жоқ. Кім түскі ас ішіп жатыр? Астарыңыз дәмді болсын. Алматтың әңгімесін жалғастырайын. В общем, кешке таман папасы келгенде Алматпен сөйлестім. Енді бармай қой, ол кафені мен білем деді, бірақ енді күнделікті сол жерден өтеді и күнделікті сол жаққа барады. Папасы не үшін? Өйткені досы бар, сол жерде машинаның запчастарын сатады, сағат 11-ге шейін сатады. Сол жерге барып, кей кезде әңгіме айтып кетеді. Сол кезде папасы енді көреді ғой, ол кафеде сәл енді бұзықтау адамдар көп жүреді, сыртында көбінесе төбелес болады дегеннен кейін мен қорқып қалдым шын айтқанда. Кейін ойланып қалдым, бармаса бармай қойсын, айналайын, ішінен бір жынды кездеріп таяқ жеп қалар ма дегенде ой болып қалды менде. Соменен Алматты ешқайда жібермейтін болдық. Былтырдан бері енді Алмат бізде жұмысқа шығам, жұмыс істеймін деп жүрді. Біз енді қарсы болдық. Поляға шығам деді. Поляға шыққан кезде енді сәл қиындау, өйткені күннің ыстығында ол жерде жұмыс істеу өте қатты қиын. Кейбір оқушылар енді бар, поляға шығатын, олар енді мамасымен, ағасымен, немесе папасымен шығады. Оларға енді сәл болса да жеңілдеу. Мамасы немесе ағасы көмектесуі мүмкін. Бізде енді Алмат өзі шыққаннан кейін, может, оған қиындау болуы мүмкін. Енді официант болам деді, оған да енді қарсы болдық, өйткені сабақ жайында қалады, сағат 11-де келеді екен кешке таман. Шаршап келеді, одан кейін сабақ жайында қалады, өзі енді жақсы оқиды ғой, лучше сабағын оқысын бізге. 5-ке бітіріп берсе, соның өзі бізге жұмыс деп ойлаймын енді өзім. 9-дан кейін жұмыс істесе де болады. Одан кейін папасы рұқсат берем деді, 9-дан кейін қандай жұмыс істесең де істей бересің деп. Мінекей сіздерге көрсетіп жатырмын. Шкафтың ішін жақсылап жинап алдым. Бұл жерде енді бізде шкаф 5 полкадан тұрады. Енді 5-еу бізге мүлдем жетпейді екен. Ішінде киімдердің барлығы шашылып қалады, тез шашылады. Сондықтан үлкендеу шкаф алу керек сияқты. Одан кейін менде осындай артық киімдер шықты. Бұл енді сәл жұқалау, күн жылы кезде киетін киімдер. Күндіз енді күн жылы болады. Кәдімгідей жылы футболкамен де жүрсең де болады. Бірақ сәл салқындау болады. Бірақ енді кешке таман кәдімгідей суық болып кетеді. Уже куртка киіп кетесің кешке таман. Енді үйді жақсылап пылесостап алатын боламыз. Бұл жерде бізде енді сыпыру ретінде жүреді. Одан кейін біз Алматтың бұрынғы кішкентай кезіндегі картасын қайтадан стенаға іліп қойдық. Өйткені Алматқа өте қатты қажет, география пәнінен әсіресе өте жақсы жаңағыдай карта. Бұрын негізі кішкентай кезінен осы картаны іздеген болатын, базардан мүлдем таппай қойған болатын. Одан кейін өзіміздің магазинге келді, Жанұя магазиніне. Осы картаға сразу көзім түсті да, сонымен айттым, ақшасына қарамай аламын осы картаны, қымбат болса да деп ойлағам ғой. Сөйтсе 1500 теңге ғана тұрады екен. Сразу алып келдік үйге, сразу осы жерге жабыстырдық. Бұрын сол жерде Алматтың столы болатын. Одан кейін Алмат жаңағыдай жақсы көрді бұл картаны.
күніге осы картамен ойнайтынбыз. Бүткіл елдің туларын жаттап алған, уже қарамай айтатын барлығын зырылдатып. Одан кейін телевизордан жаңағы орел орешка, одан кейін мир наизнанку көрсетеді ғой. Сол кезде әр елді айтып жатады ғой, мынандай елдермен шектесіп жатыр деп. Сол кезде жүгіріп келіп осы картаны қарайтынбыз. Қай елмен достасып жатыр дегендей. Сол кезде барлығын тез жаттап алатын. Қызық етін екеумізге. Сөйтіп қарап осы картамен біраз жерді біліп алдық. Мінекей сіздермен бірге әңгіме айта отыра үйдің барлығын пылесостап алдық. Үйдің іші жақсы тазарып қалды, ауасы да керемет болып қалды. Видео аяғына келіп жетіпті. Кездескенше.